Сәлематсыздар ма? Бұл бейнематериал жалпы білім беру бөліміне қарасты барлық бірінші курс студенттеріне арналған. Пән атауы информатика, оқу орны Саламат Мұқашев атындағы Атырау политехникалық жоғарғы колледжі. Пән оқытушысы бірінші санатты Мұхамбетқалиева Эльмира Каскенбаевна. Сабақтың мақсаты компьютерлік графиканың түрлері мен мүмкіндіктерін игеру. Білім алушыларға компьютерлік графиканың негізгі бағыттары туралы жалпы түсінік беру, қолдану салалары, оның түрлерімен таныстыру. Дамытушылық графикалық редактор ұғымымен таныстыра отырып, студенттердің ой-өрістерін, пәнге деген қызығушылықтарын дамыту. Тәрбиелік техникалық қауіпсіздікті есте сақтай отырып, шапшаңдыққа, ұқыптылыққа тәрбиелеу. Сабақтың міндеті графикалық деректердің негізгі көрінісі, компьютерлік графиканың негізгі бағыттары мен қолдану салаларын білетіні. Күтілетін нәтиже графикалық редактордың негізгі мүмкіндіктері мен қолданылуын, графика түрлерін анықтау. Үй тапсырмасын пысықтау мақсатында сілтеме арқылы өтіп, Users.com қосымшасында тест тапсырмасын орындау қажет. Жаңа сабақ. Компьютерлік графика түсінігі. Компьютерлік графика әртүрлі кескіндерді, суреттерді, сызбаларды, мультипликацияларды компьютердің көмегімен алуды қарастыратын информатиканың маңызды саласы. Жалпы компьютерлік графиканың негізгі салалары ғылыми графика, іскерлік, көркемдік, конструкторлық, иллюстративтік және жарнамалық болып 6-ға бөлінеді. Ғылыми графика. Қазіргі замандағы компьютерлердің көпшілігі ғылыми графика әртүрлі есептеу тәжірибелерін жүргізіп, олардың нәтижелерін көрнекі түрде көрсетуге мүмкіндік береді. Алдарыңыздағы сурет. Іскерлік графика қандай да бір мекеме жұмысының көрсеткіштерін көрнекі ұсыну үшін қолданылатын компьютерлік графиканың маңызды саласы. Іскерлік графиканың көмегімен жоспар көрсеткіштерін, есеп құжаттарын, статистикалық есептерді және тағы басқа объектілерді көрнекі түрде ұсынуға болады. Көркемдік графика деп компьютер экранында ерікті түрде сурет салу мен сызуды айтамыз. Яғни анимациялық эффектті қолдану арқылы жүзеге асырылатын графика. Конструкторлық графика инженер конструкторларының, архитекторларының, жаңа техниканы ойлап шығарушы өнертапқыштардың жұмысында қолданылады. Иллюстративті графика кез келген суреттерді салуға, сызуға, компьютерді қолдануға мүмкіндік береді. Иллюстративті графиканың қарапайым бағдарламалық құралдары графикалық редактор деп аталады. Жарнамалық графика, жарнамалық роликтер, мультфильмдер, компьютерлік ойындар, видео дәрістер мен видео презентациялар жасалады. Сонымен қатар компьютерлік графика негізгі түрлеріне бөлінеді. Екі өлшемді графика және үш өлшемді графика болып. Екі өлшемнің өзінің бағыты үшке бөлінеді. Растрлық, векторлық және фракталды. Енді осы үш түріне қысқа түсінік беріп өтсек. Растрлық кескін дегеніміз түрлі түсті нүктелердің жиынтығы, яғни пиксельдердің жиынтығы, олардың саны бейненің өлшемі мен шешімі арқылы анықталады. Растрлық графикада кескіндер, яғни суреттер түрлі түсті нүктелердің жиынтығынан тұрады. Әрбір пиксельдің өз орны мен түсі болады, және әр пиксельге компьютер жадында бір ұяшық қажет болады. Растрлық кескіннің сапасы сол кескіннің өлшеміне, тігінен және көлденең орналасқан пиксельдердің саны әр пиксельді бояуға қажетті түстердің санына тәуелді болады. Өңдеу редакторлары Adobe Photoshop және Corel Photo Paint. Растрлық алдарыңызда көрсетілген суретте растрлық графикаға қарасты суреттердің бейнесін көре аласыздар.
Сонымен қатар растрлық кескіннің артықшылығы және кемшілігі бар. Растрлық кескіннің артықшылығы кескінді түзетуге, әдемілей түсуге, яғни оның кез келген бөлігін өзгертуге болады. Нүктелерді қажет болмаса ішінара алып тастауға немесе қоюлатуға, кескіннің әр нүктесін ақ, қара немесе басқа да кез келген түске өзгертуге болады. Растрлық кескіннің кемшілігі. Растрлық кескіннің кемшілігінің өлшемі масштабын өзгерткенде бір немесе бірнеше бағытта созу немесе сығу, яғни кескіннің сапасын жоғалтатынын көре аламыз. Растрлық кескіннің негізгі бағдарламалары бұл бізде дайын сурет жұмыс жасайтын бағдарламалар. Екінші графикалық түрді, бұл бізде екі өлшемді графикалық түрі векторлық. Векторлық кескіндер бұл сызық, доға, шеңбер және тік төртбұрыш сияқты геометриялық объектілерден жинағынан тұратын кескіндер. Бұл жерде вектор дегеніміз осы объектілерді сипаттайтын мәліметтер жиынтығы. Векторлық графиканың басты артықшылығы оған кескін сапасын жоғалтпай өндіріс енгізуге, оңай кішірейтуге және үлкейтуге болатындығы. Векторлық кескіндердің өңдеу бағдарламалары CorelDRAW, Adobe Illustrator, AutoCAD сияқты, SketchUp сияқты, 3D Max, Blender программалары сияқты векторлық графикалық редакторларға жатқызамыз. Алдарыңызда көрсетілген суретте векторлық графикада салынған суреттер, яғни өңдеу редакторларында салынған суреттер. Бұл жерде, бұл суретте, келесі суретте біздер растрдың белгілі бір пиксельдерге айналып кеткендігін көреміз және соған қатысты форматтарын, яғни тип нелеріне тоқталамыз, кеңейтіліміне бағдарламаны. Ал векторлар ол арнайы қолмен салынғаннан кейін ол ешқашанда дәл осындай қалыпта тұра береді, үлкейткенде сапасын жоғалтпай осындай SVG форматта сақталады. Фракталды графика. Фракталды графиканың жасалу әдісі сурет салуға немесе безендіруге емес, программалауға негізделеді. Егер растрлық графикада растр, пиксель, а векторлық графикада сызық базалық элемент болып табылса, фракталды графикада математикалық формуланың өзі базалық элемент болып табылады. Бұл компьютердің жадында ешқандай объект сақталмайды, кескін тек қана теңдік бойынша салынады деген сөз. Үш өлшемді графика. Үш өлшемді графика деп компьютердің шығару құрылғыларында көлемді суреттерді көруге мүмкіндік беретін технологияны айтамыз. Үш өлшемді графикамен жұмыс істеуге арналған бағдарламалар үш өлшемді модельдеу бағдарламалары деп аталады. Бұл бағдарламалар фотосуреттерді ұқсас жоғары сапалы суреттерді құруға мүмкіндік береді. Бүгінгі жаңа тақырыпты түсіндіргеннен кейін сіздерге алдарыңызға сабақты бекіту мақсатында Bilimland.kz сайтына өтіп, бекіту материалдарын қарап, тапсырманы орындауды сұраймын. Сабақты қорытындылау мақсатында растрлық графика, фракталды графика және векторлық графикаларды көрсетеміз. Яғни сіздер өздеріңіз белгілі бір қылқаламды алып, тақтадағы суреттерге сәйкес қай кескін, қай графикалық редакторға жататындығы туралы стрелкаларды жүргізу керектігі айтылған. Үйге тапсырма. Яғни үйге тапсырма біздерде графика түрі, ерекшеліктері және өңдеу редакторлары ала аламыз. Яғни сіздерге мына жерде графикалық редактордың түрлері аттары берілген, ерекшеліктерін бір-бірінен айырмашылықтарын жазып, бүгінгі тақырып бойынша және оларда жасалатын өңдеу редакторларын айта алыңыздар. Назарларыңызға рахмет.